Сақ болыңыздар, қазіргі таңда мошенниктердің жаңа түрі шығыпты. Мен өзім алданып қалуға сәл қалдым. Дәл осы видеоны өзіңіз туыс, дос, бауыр, ата-ана, қай адам жақын, даже жақын еместеріне жібер. Себебі бұны жауға да тілемейсің. Күні кеше маған бір бейтаныс қызық бір Ресей нөмірмен бір әйел адам звондайды. Сізден бір почтадан тапсырыс келіп тұр дейді. Ақтөбе қаласынан дейді. Сосын мен ойланып қаласың ғой. Не тапсырыс ол? Жақсы ұмытып қалған шығармын ол. Не тапсырыс екен? Айта беріңіз. Болды, қай жерге алып кетейін деймін ғой енді. Бізде курьерский доставкадан дейді. Өзіміз апарып береміз дейді. Сізді очередке тіркеп қояйық. Сіз содан очередпен сізге курьер жеткізіп береді дейді. Бопты дедім. Сізге SMS келеді 14-14-тен дейді. 14-14-тен ойлаңызшы. 14-14 дейтін біз білетін кәдімгідей сақталған дұрыс нөмірлердің бірі емес пе? Кәдімгі 14-14-тен маған SMS келіп тұр. Мына SMS-ті көргенде шок болды. Сосын мен күмәнданып қалдым. Так, нөмірді что-то не то. Курьерлер олай звондамайды ешқашан. Так, енді бұл курьерлер әкеліп тастайтын болса, әкеліп тастайды, немесе зат келіп тұр дейді. Бірақ та ондай татуа себебі жоқ қой. Сізді очередке тіркеп қойғам дедім де, не істерін білмедім де, нөмірді айтайын ба деп тұрдым да, айтпай қалдым да, нөмірді бастадым, типа, болды, қызылды бастадым. Бірақ сол қызылды баспастан бұрын сұрақ қойдым, сіздің есіміңіз тағы да бір айтып жібересіз ба? Сосын қай мекенжайдан келіп тұр? Почта көп қой, соған барып өзім алып кетейінші дедім. Оны не қыласыз? Айтыңызшы енді бірдеңе тіркейші, срочно бірдеңе деп уже күмәндан тықты да, мен қызыл басып тұрдым. Дәл сондай случай налоговыйдан да келген екен. Налоговыйдан звондап тұрмыз, сізге осылай SMS келеді, осылай. Сіз сол бізге нөмірін айтыңыз, біз сізді тіркеп қоямыз, осылай деп налоговыйда звондайды екен. Олардың барлығы мошенниктер екен. Ойлаңыздаршы, сізге мана жіберілген SMS код, ол подтверждение Каспиге, бүткіл сіздің банкский счеттарыңызға онлайн тіркелген, соларға олар подтверждение алып алу үшін реттік нөмірді біліп жатыр екен. Сіз соған өзіңіз айтып қойғандай болады екенсіз, егер сол нөмірді айтып қойсаңыз. Дәл осындай случайда көптеген бауырымыз өздерінің статустарын шығарып жатыр. Және де бір бауырымыз маған жазып жіберді, маған Қазпоштадан звондады деп. Дәл маған қалай звондады, оған да сөйтіп звондаған екен. Сондықтан да дәл осы видеоны туыс, бауыр, дос бәріне жіберіңіздер, сториске салып таратыңыздар. Мүмкін бір жақсылық болып қалар. Иншалла біз себепті қаншама адамдар миллиондаған ақшаларын ұстап қалар. Мені Раббым дейтін сақтап қалды мынандай бір бәлелерден. Мүмкін осы себепті сіздер де иншалла сақтап қалар. Ал мошенниктерге айтарымыз, Аллах тағала сендерге тауфиқ берсін. Болмаса жазаларыңды берсін.